Мен Шымқала тарихи мәдени кешенінде тұрмын. Мұнда бүгін айрықша серпіліс бар. Өйткені жұртшылық музей түнін тамашалауға келіп жатыр. Тарихқа көз жүгіртсек, бұл халықаралық дәстүр 1997 жылы Берлинде бастау алған екен. Міне сол әлемдік үрдіс бүгін Шымкент төрінде де жалғасын тапты. Халықаралық музей түні көне жәдігерлерді тамашалауға ағылған тұрғындардың қарасы қалың. Шымқала кешенінің мамандары келушілерге Шымкенттің тарихымен таныстырды. Яғни хан ордасы. Қазір біз сіздердің назарларыңызда бұл суреттер Шахристаннан цитадельдің суреті көрсетілген. Өзім әкімшілік жақ қой. Мына жақ. Былай қазіргі тілмен айтады. Анау DVD-де жоғарғы Нұрсат жақта. Бұл кеште жұртшылыққа музей қызметкерлерімен бірге өнер саласының танымал адамдары да қызмет етті. Тарихшылар бұл көне қалашықтың іргесін біздің заманымызға дейінгі 2-3 ғасырларға жатқызады.